Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Біздің кезекті подкастымыздың шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгін кішкентай қонағымызбен мектеп туралы қызықты әңгімелесеміз. Ендеше подкастымызды бастайық. Сәлем, есімің кім? Мариям, Мәриям, неше жастасың? 7-ден. Тамаша. Мектепте ең алдымен нені үйренгің келеді? Мәтін. Мәтінді не істеп, оқуды ма? Жақсы, өте жақсы. Мектепке сен көптеген жаңа білім алып, күн сайын жаңа дүниелерді үйренесің. Соған дайындық сізде өте керемет болуда, иә? Сенің ойынша жақсы оқушы қандай болады? Сіз жақсы оқушысыз ба? Ол қандай болады? Сабақтан кешігеді ме? Кешікпейді. Сабақта бұзық болады ма? Тағы жақсы оқушы қандай болу керек? Бүгінгі біздің оқу керек дейді. Бүгінгі біздің қонағымыз кішкене өзін ыңғайсыз сезініп қысылып отыр, өйткені бірінші подкаст түсіріліп жатыр, иә? Қолыңды шығарып отырсаң, еркін шығарып отырсаң болады, еш қорықпа. Жақсы оқушы білімге құштар болады екен, иә? Әдепті, тәртіптің барлығын білетін оқушылар жақсы оқушы болады екен, иә? Мен сізге көмектесіп жіберейін. Сабақта ең қызықтысы не? Ең қызық не сізде сабақта? Не жасаған қызықты? Оқу ғана қызықты ма? Тек қана оқымаймыз ғой біз сабақта. Не істейміз? Алдыңғы сабақтарда не істедік қызықты қылып? Не жасадық? Пицца жасадық. Немен жасадық? Пластилинмен жасадық, иә? Үлпілдеп пластилинмен жасаған екенбіз. Ол қызықты болды ма сізге? Тағы да не қызықты сізге? Ойын ойнаған қызықты. Супер. Тағы да. Бар ма қызықты не? Прятки. Тығылмаш ойын ойнаған қызықты дейді. Сабақтың қызықты болуы жаңа нәрселерді қуана үйренуге көмектеседі екен. Мәриямның жауабы өте керемет болды. Келесі сұрақ. Қоңырау соғылғанда ең бірінші не істейсің? Біз жаттығу жасап боламыз ғой, сосын қоңырау соғылғанда ең бірінші не істейсіз? Ішке кіресіз. Тағы да бізде қазір перекус уақытысы болады, иә, жүрек жалғап аламыз. Содан кейін қоңырау соғылады, далаға шығатын уақытта сіздің көңіл күйіңіз қандай болады? Жақсы. Жақсы. Не істейсіз? Қуанасыз ба? Далаға шыққаныңыз үшін? Тамаша. Бірақ үзілісте демалып қана қоймаймыз, келесі сабаққа да дайындалуды ұмытпау керек екен. Келесі соңғы сұрақтардың бірі, мұғалімге қандай сұрақ қояр едің? Мысалға, мен Балғаным Жанболатқызына қандай сұрақ қояр едің? Сұрағың бар ма маған? Я, қандай сұрақ қояр едің? Ұялып отыр Мәриям қызымыз. Қандай сұрақ қоятын едіңіз? Кез келген сұрақ қоя бер, ұялмай айта бер. Мен жауап беремін. Айта ғой. Не сұрағың келеді Балғаным Жанболатқыз? Болыңыз, тез видео өтіп бара жатыр, тез етейік. Не сұрақ қойғың келеді? Сұрақ қойғысы келіп тұрған жоқ, сәлеметсіз бе деп амандасқысы келіп тұр маған. Жақсы. Негізі сұрақ қоя білу де өнер екен. Өнерге, бір білімге деген қызығушылықтың белгісі. Бізде Мәриям кішкене қысылып отырғандықтан сұрақ қоя алмай отыр. Келесі жолда, келесі подкасттарда Мәриям күшті сұрақтар дайындап келеді, солай ма? Маған сұрақтар дайындап келесіз бе? Дайындап келеді. Бүгінгі подкастымыз осымен аяқталды, достар. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет айтамыз. Келесі қызықты шығарылымдарды жіберіп алмас үшін бізге лайк басып, тіркеліп және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше не дейміз, Мәриям? Сау болыңыздар дейміз.